Бұл 6 саны. Егер 6 санын теріс аударсақ, қандай сан шығады? 9 саны шығады. 9 санын қалай алуға болатынын білесің бе? 8-ге 1-ді қосу керек. Сәуледе белгілейміз. 9 саны ең үлкен бір таңбалы сан. 9 бұл 8 және 1, 7 және 2, 6 және 3, 5 және 4. 9 санын жазып үйренейік. Тордың ортасынан сәл жоғары оң жағынан нүкте қоямыз. Жоғары қарай дөңгелектеп, бастапқы нүктеге қарай сопақша жүргіземіз. Сол нүктеден бастап, тордың қабырғасынан төмен түзу сызып, төменгі жағын солға қарай иеміз.